қарызды жаппайды, яғни партия жаппайды, болмаса сіздер ешкім қарызын жаппайсыздар. Жаппаймыз, оны да түсіну керек. Өйткені енді оны қарыз жабатын болсақ, Абай, ол жерде 1,5 миллион емес, біз қазір экономикалық белсенді халық 9,9 ба? Сонша халықты жинап аламыз, онда бәрі келеді партияның алдында, міне қарызымызды жауып бер деген секілді. Ол емес. Бұл жердегі негізгі бірінші мақсат халықтың қаржылық сауатын арттыру негізі. Сол 100 мың тапса да, Абай, 5 мың теңге жинауды үйрету, экономдау. Өйткені, сыныққа сылтау көп, мынау заманның қымбатшылығын, болмаса өзінің мәселесін, болмаса отбасылық проблемасын, тіпті көршісімен де кейде бір негативін айтып жүре беруге болады. Анау жаман, мынау жаман деп, бірақ мен көріп жатырмын. Тірі адам тіршілігін жасап, өз өмірін жақсы жаққа қарай өзгерткен азаматтар өте көп.